Сәлеметсің бе, құрметті көрермен. Бүгін 5-ші сабақ, яғни адай күйінің 2-ші бөлімін өтеміз. Екінші бөлім. Енді екінші бөлімді жаттайық. Бірінші бөлім бізде екінші пернеде бітсе, осылай. Енді екінші бөлімді біз осы пернеден санайық. 1, 2, 3, 4, 5-ші төменгі шектің 5-ші пернесіне бірінші саусақпен басамыз. Үстіңгі шектің 7-ші пернесіне бас бармақпен басамыз да, сонда бұлай болады. Бас бармақ үстіңгі шектің 7-ші пернені ұстап тұрады. Бірінші саусақ төменгі шектің 5-ші пернесін басады. Міндетті түрде саусақтармен нық басамыз. Енді бірінші қағысы төмен, екінші осы саусақты біз бас бармаққа қарама-қарсы, яғни 7-ші пернеге, төменгі шектің 7-ші пернесіне басамыз. Сонда төмен, жоғары. Енді 4-ші саусақты біз 9-ші пернеге басамыз. 1, мынау 5-ші болса 5, 6, 7, 8, 9. 4-ші саусақпен, кішкентай саусақпен, мизинчикпен 9-ші пернеге осылай басамыз. Сонда былай болады. Төмен, жоғары, төмен. Ойнаған кезде бұл тезірек болады. 1, 2. Сонда 1 деген счетқа біз 2 қағыс ойнаймыз. 1, 2. Сонда былай болады. 4-ші саусақта қала беремізде 2 рет жоғары ойнаймыз. Сонда былай болады. 1, 2, 3, 4. Түсінікті, тағы да көрсетем. 1, 2, 3, 4. Тағы да. Келесі, енді біз қайттан 2-ші саусақпен 5-ші пернеге ауысамыз. Қағыс болады 2 төмен, 2 жоғары. 1 төмен, 3 жоғары. Деймізді 1, 2 ойнадық. Енді 4-ші саусақты 9-ші пернеге қоямыз. И 1-ші саусақ. Сонда бұлай болады. 1, 2, 3, 4. 2 рет 2-ші саусақпен 4, 1. 1, 2, 3, 4. Осылай болады. Енді қосамыз. 1, 2, 3, 4. Сосын 1, 2, 4-ші саусақ 3, 4. Тағы да көрсетем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі 2-ші саусақтан бастаймыз. Қараңыздар, тағы да солай қайталанады. 1, 2, яғни бірінші счетқа, 1 деген счетқа 2 қағыс ойнаймыз. 1, 2 болады. 2-ші саусақ, 4-ші саусақ 9-ші пернеге, 1 пернеге жылжимыз, яғни 10-ші пернеге осылай болады. 1, 2, 3, 4. Яғни ораламыз қайтам. 1, 2, 3, 4. Қайттан дальше. Қайталайым, 1, 2, 9-ші пернеден 1, 2, 3, 4. Оралдық 9-ші пернеге, 4-ке, 1, 2, 3, жоғары, 4, жоғары, 9-ші пернеге жылжыдық қайттан. Сосын қайталаймыз, 2-ші саусақты қоямыз. 7-ші пернеге бас бармақпен қарама-қарсы. 1, 2, 3, 4. Қайталаймын. Басынан бастап 1, 2,
Енді келесі 19 пернеге бірінші саусақпен ауысамыз, 10 пернеге біз бас бармақпен үстіңгі шекке басамыз. Мінекей осылай. Нүктемен қарайтын болсақ, міне 1, 2, 3, 4-ші нүктеге біз бас бармақпен басамыз үстіңгі шекке. Міне 9-ші пернеге бірінші саусақты қоямыз. Сонда болады бізде осындай. Міне осыны қазір үйренеміз. Міне қойдық, я, бірінші саусақты 9-ші пернеге, 10-ші пернеге бас бармақпен үстіңгі шекке бастық. Енді қараңыздар. Бір төмен, үш жоғары. Міне 1, сосын 10-ші пернеге екінші саусақты қойдық, жоғары. Сосын 4-ші пернені біз 12-ші пернеге қойдық. Көрдіңіздер, е? 1, 2, 3 и қайттан екінші саусаққа оралдық. 4. Сонда бұлай болады. 1, 2, 3, 4. Тағы да көрсетем. 1, 2, 3, 4. Е? Тағы да көрсетем. 1, екінші саусақты қойдық. Бас бармаққа қарама қарсы 2, 4-ші саусақты қойдық. 12-ші пернеге 3, 4. Сонда бұлай болады. Енді бір пернеге жоғары бас бармақпен бірге екінші саусақпен жылжимыз. Яғни 9-ші пернеге үстіңгі және төменгі шекке басамыз. Үстіңгі шекте бас бармақ, төменгі шекте екінші саусақ. 1, 2 дейміз да. Тоже бір төмен, үш жоғары болады, бірақ саусақтар ауысады. 1, 2, енді бас бармақты біз 7-ші пернеге қойдық үстіңгі шектің, 4-ші саусақты 9-ші пернеге 3 и 1-ші саусақпен 5-ші пернеге ауыстық. Бас бармақ орында қалды, сонда былай болды. 1, 2, 3, 4, тағы да 1, 2, 3, 4. Ауысқан кезде, бас бармақ осылай ауысқан кезде, осында бір қағида бар, яғни бас бармақты дыбыс үзілмес үшін, күйдің мәні өзгермес үшін, оны бас бармақты жылжытып көтермеуге тырысыңыздар. 1, 2, 3, 4. Яғни осылай секіруге болмайды. Деп секіруге болмайды. Дыбысты нық басып, саусақтарыңызды осылай перненің үстінен алмай ауысуыңыз керек. 1, 2, 3, 4. Сонда дыбыс үзілмейді, арасында паузалар, сондай дыбыстар болмайды. Енді тағы осыны көрсетейін. Міне бағанағы. 1, 2, 3, 4. Сосын жылжыдық бір пернеге жоғары қарай. Яғни 9-ші перне. 1, 2, 3, 4. Тағы да. Енді бәрін қосып көрейік. Енді осыдан кейін қаз. Міне, бұл екінші бөлімнің жартысы десек болады. Енді екінші жартысы ол қайталау болады. Сол бірінші бөлімнің қайталау болады. Қазір өздеріңіз көресіздер. Бұл бірінші бөлім. Енді қайттан осы екінші саусақтан бастап қайталаймыз, қараңыздар. Обратно. Осы жерге дейін қайталау болады. Қайттан түсеміз. Түсінікті деп ойлаймын. Яғни осыны біз ойнағаннан кейін мына бірінші бөлімдегі
осыны қайталадық та, қайттан түстік. 13 пернеге, 9 бен 13 пернеге қайталадық. Қайттан екінші саусақтан деп қайталағаннан кейін енді екінші саусақты біз бас бармаққа, яғни жетінші пернеге қарама-қарсы қоямыз. Сонда қағыз төмен, жоғары, төмен болады. Иә? Төмен, жоғары, төмен және тезірек. 1, 2, 1, 2. Сосын төртінші саусақпен 9-шы пернеге қоямыз. 3, 4 болады. 1, 2, 3, 4. Түсінікті? 1, 2, 3, 4. Сосын бірінші саусақты 5-ші пернеге қоямыз. 1, бас бармақ орында қалды. 1, сосын екінші пернеге үстіңгі шек ашық, екінші пернеге төменгі шекке оралдық. Сосын екінші саусақпен бас бармақты үшінші пернеге басамыз. И қайттан бірінші саусақ. Сонда былай болады. Тағы да қайталаймын. Бас бармақ жетінші үстіңгі шек, бесінші перне бірінші саусақ. 1, екінші дедік те, енді қосып көрейік. Осылай болады. Одан кейін 5-ші пернеге біз бас бармақ және екінші саусақпен көшеміз. Қайттан 1, 2, 1-ге 2 қағыс болады. Төмен, жоғары, сосын 2-ге төмен болады. 1, 2, сосын 7-ші пернеге төменгі шекте бізде 4-ші саусақ, үстіңгі шекте бізде басып тұрады 3-ші саусақ. Сонда былай болады. Көрініп тұр деп ойлаймын. Үсті төменгі шек, мынау үстіңгі шек. Сонда былай болады. Екінші саусақ, екінші пернеге бірінші саусақпен басамыз. 1 төмен, 3 жоғары. 1, 2, 3, 4. Сонда былай болады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді осы бөлімді қайталап, басынан осы жерге дейін қайталап көрейін. Осы жерге дейін жеттік. Енді осыдан кейін бізде кішкентай қайырмасы десек болады. Енді қараңыздар, 7-ші пернеге екінші саусақты қоямыз, түнгі шекке бас бармақ. Сонда былай, мына жерде қағыз төмен, жоғары болады. Алма кезек деп айтылады бұл қағызды. Төмен деп осылай. Қараңыздар, төмен. 4-ші саусағымызды бас бармақ орында қала береді. 4-ші саусақты 10-ші пернеге қоямыз. Қағыз жоғары. Сондай, қараңыздар. 7-ші перне төмен, 10-ші перне жоғары. Сосын 1 пернеге жоғарылаймыз. Яғни 9-ші пернеге 4-ші саусақты қоямыз да төмен, жоғары болады. Тағы да көрсетем. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Содан кейін төмен қайталаймыз. Бағана екінші бөлімнің аяқ жағында ойнағанда бұл осындай үзінді болды. Төмен, жоғары, жоғары. Яғни 5-ші перне және 7-ші перне. Төмен, жоғары. Содан кейін бәрі қайталанады. Яғни 5-ші пернеге 2-ші саусақ және бас бармақты басамыз да 1, 2, 7-ші пернеге 3 пен 4 жоғары, 2-ші пернеге ауыстық. 1, 2,
енді осы жерде біз ашамыз. Ақырғы қағысты ашамыз. 1, 2, 3, 4 и қайталаймыз. Жабамыз. Міне осындай екінші бөлім. Қазір сіздерге осы жерге дейін екінші бөлімді толық ойнап, одан кейін бірінші мен екінші бөлімді қосып көреміз сіздерге. Ойнап көрсетемін. Адай күйінің екінші бөлімі. Енді кезекте сіздерге адай күйінің басынан бастап осы жерге дейін ойнап берген қосып. Сіздерге әдейі осы адай күйін өте сондай жай темпте көрсетіп отырған себебім, яғни өзіңізге ыңғайлы болсын, қай жерде қалай ойнау керек, қалай дыбысты алу керек, сол үшін ойнап отырмын. Негізі күй жылдам темпте ойналады. Бұл біздің енді адай күйін үйренетін сабақ болғандықтан мен сіздерге осындай темпте көрсетіп жатырмын. Енді келесі сабақта, яғни 6-шы сабақта біз адай күйінің сағасын үйренеміз. Рахмет назарларыңызға, сау болыңыздар.